Баршаларыңызға қайырлы күн. Қыстың күні де жаздың күніндегідей осындай свежий салат жегіңіз келсе, осылай дайындасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Кез келген тамақпен өте керемет үйлесетін болады. Бізге помидор, огурцы, чеснок, укроп, пияз және де қызыл болгарский қажет. Енді огурцыларымызды турайтын боламыз. Өзіңізге ұнаған формада турасаңыздар болады. Кәдімгі жаздың күні салатқа турап жүргендей турай бересіздер барлығын. Енді помидорларымызды осылай ұзын жіңішке қылып тураймыз. Барлығын бірдей формада турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Пиязымызды жіңішкелеп турап алатын боламыз. Енді қызыл болгар бұрышын қосатын боламыз. Ащы түрін қоссаңыздар да болады. Енді укропымызды, чесногымызды турап қосатын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырдым. Содан көрсеңіздер болады. Чесногымыздың барлығын турап қостық. Барлығын бір ыдысқа сала беріңіздер. Қазір барлығын бірге араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз салдым. Содан соң кішкене сұйық пісте майымызды құятын боламыз. Қолымызбен осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы бір келкі болып араласуы қажет. 20 минутқа қойып қоясыздар. Содан соң банкілерімізді парлап, қақпағымызды қайнатып дайындап алатын боламыз. Осылай банкаларымызға барлығын салатын боламыз, араластырып. Барлығын бір келкі саластыр. Үстінен қолыңызбен басып, тығыз етіп салу қажет. Өйткені қайнаған екен кішкене біздің помидорлы огурцыларымыз басылып қалады. Сондықтан басып, тығыз етіп сала беріңіздер. Осылай барлығын банкаларымызға салып шықтық. Бұны қазанға салып қайнатпаймыз, басқаша рецептпен жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер түсінетін боласыздар. Бізде осылай помидордың суы шықты. Барлық дәмі осы жерде қосатын боламыз. Енді банкаларымызды дайындап алдық. Кішкентай қасықпен осылай құмшекер салып шығатын боламыз барлығына. Құмшекер де өте ерекше дәм береді. Сондықтан міндетті түрде қосыңыздар. Енді помидордың суын құйып шығатын боламыз. Барлығына бірдей етіп құйып шығатын боламыз. Егер 2 литрге дайындасаңыздар, осылай үлкен кастрюльге салып, су құйып, ішіне сасық салып, банкаларымызды қойып 40 минут қайнататын боламыз. 1 литрлік болса, мантаварканың үстіне қойсаңыздар болады. Осылай бетін жауып, 40 минут осылай булайтын боламыз, парлап. Біздің банкаларымыз дайын. Осылай енді барлығына бір кішкентай қасықпен уксус құйып шығатын боламыз, 9%. Банканың аузын енді жабатын боламыз. Кастрюльге, мантаваркаға салғанда жай ғана бетін жауып қоясыздар. Аузын енді жақсылап бекітіп жауатын боламыз.
Біздің банкамыз дайын, өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.